Қайырлы күн. Бүгін күн тамаша болып тұр. Біз бассейнге келдік. Упепул деп аталады. Мына жерде қазір локациясын жазып кетейін. Бассейн бізге ұнайды. Біз рекомендуем. Күн тамаша. Құстар Алматының құстары сияқты екен. Мындай қорқпайды сондай. Жандарей. Күн прям көктем сияқты ма? Солай болып тұр. Жандарей. Істеп жүр екен, дос сияқты. Кітап клубымыз бар ғой. Сол кітап клубында кітап оқу сағатын шығарғанбыз ғой. Сөйтіп алғашқы кітап оқу сағаты болайын деп жатыр. Сәлем. Ой, мына жақтан көтерейік па колясканы? Кітап сағатына келдік. Индира құрбының үйіне. Мына жақтың атмосферасын қазір көрсетемін. Құрбы деген мықтап дайындалды. Сіз түсіруге бола ма, құрбы? Машаллах, рахмет. Құрбы деген Ақтаудың келіні. Атыраудың келіні. Ақтаудың келіні. Ойбай. Машаллах. Осылай сәлем салады біздің батыста. Құрбы деген қараңыздар. Бірақ Қарағандының қызы, машаллах. Менің қайын жұртым бірақ Қарағанды ғой. Сен маған онда келін бол. Ойбай, наоборот, мен сіздерге келін болады екен ғой, онда. Күшті. Мына жақта дайындап қойған телевизорда кітап. Мына жерде біз оқыған кітаптар, оқып жүрген кітаптар. Каждый бүйтіп сыйлық алып кетсе болады, алып жүріп. Машалла. Мынау не қойды? Закладка сияқты, кітапқа белгілеп қояды. Прищепка. Ана күліп жатыр. Мына жақта Ғалеке күліп жатыр. Мынау жолдасыңыз да дайындалып гүл алып келген ба? Атмосфера үшін да. Машалла. Күшті екен. Не деген мынау? Яқтағы оқ қарапайымыз бір бастап кеткен. Біз тұрқ-тұрқ күліп атсақ та. Машалла. Шай дайындаған ғой. Мынау нағыз Ақтаудың келіні деп Виткестар келіні болып отырсыз ғой. Машалла, осылай шаймен. Біз жай кітап оқып кетеміз деп ойлағанбыз ғой, жиналып. Машалла. Мына кітап бір асықпай оқитын кітап, Қайталап оқу керек сияқты. Көп жаңа ойлар да, тың ойлар екен ішінде шандай. Көп жер жазыла бермейді, айтыла бермейді. Ойланып қаласың тұрып. Қош келдіңіздер деп әпке қайтадан эмоцияңызды. Жаным соларға бола қайтадан құшақтасып отыр ғой. Мұстафа, сәлем. Жаным. Ютубта жүресің. Әпкеске ұнады ма кітап сағаты? Күшті. Нәпсіге жеңіл. Сен еще оқып отырып қойырсың ба? Айтыңыз. Оқып отырған кезде өзің ойыңмен бөлісесің. В целом кітап клубы күшті ғой. Жаным, рахмет. Бір кітапты
оқыған кезде әркім әртүрлі түсінеді да. Сосын түсінбеген жеріңді солай ма деп отырасың. Түсінген жеріңді жаңағыдай бір нәрсені қайталай берсең қатпарланып наслаивание болып көбірек есіңде қалады. иә тереңірек жүректе қалып қояды иә көңілде қалып қояды иә күшті. Және кітап сағатында андай екен да білінбейді қанша мысалға 2 сағат па отырдық қой кітап оқып. Нәпсіге өте жеңіл болып мысалы әдетте мысалы мен тек жарты сағат отыра аламын. Иә. Ішім пысып Будильник қойып тез оқып. шу уақытқа қарайсың әлі бітпеді ғой деген сияқты иә. Ал бірге кітап оқыған жеңіл екен шынымен. Иә. Күшті екен. Солай. Не бар ғой? Тау. Ортаң болу керек қой. Ортаң болғанда жеңілдірек сияқты. Сені түсінетін адамдар бар. Как будто ты не одна. Бірге короче көтерілген оңайырақ иә. Жүк жеңіл. Бірге көтерген жүк жеңіл. Осы жерден шыққан екен ғой. Сол бізден бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.